Сәлем достар, сіздермен бірге Алмас Айтымов. Бүгін eSurvey E300 Pro'ның веб интерфейсін қараймыз. Оның өзінде Wi-Fi модуль болған соң, Wi-Fi арқылы қосылуға болады. Приемникті қосып, ары қарай ноутбуктен Wi-Fi-дан іздейміз. Аты өзінің серийный номеріне сәйкес келеді. Сол серийный номер бойынша табамыз. Так, статика режимінде қосылды біздің приемнигіміз. Ол алдыңғы режим, соңғы режим қандаймен істейді, соған автоматты түрде қосылатын болып тұр. Енді міне серийный номері бойынша шықты. Отключиться деп басамын. Біраз күту керек болады. Приемникке қосылды. Енді браузерді ашамыз да IP адрес жазамыз. 192.168.10.1. Пароль, паспорт. Обновитті басып жүреміз. Ең бірінші позиционированиеға кірдік біз. Мұнда жалпы информация жазылған. Широта, долгота, пидоп, hdop деген сияқты. Локальное время дейді. Келесі бет передача данных, мұнда ештеңе болмай тұр. Келесі бет спутники, мұнда қандай спутниктер көрініп тұр, солар жазады, және де картасы шығады. Об аппаратуре, мұнда аппаратура туралы барлық информация, модель, серийный номер, доступная память дейді. Бәрі жазылған. GSM. Келесі бет рабочий режим деп аталады. Мұнда 3 түрлі режимдағы настройкалар: статика, ровер, база. Сонда, мысалы, измерение антенны, тип измерения высоты антенны, бәрін өзгертіп енгізуге болады. Мысалы, жаңағы статика болып, мына роверға ауыссақ, там UKV, сеть, GSM, внешний порт дейді. Базаға ауыссақ, тағы да басқандай настройкалар шығады. Бұның бәрін ақырындап зерттеп енгізуге болады. Келесі настройки спутников. Бұл жерде угол отсечки енгізуге болады. Және де қай спутниктермен жұмыс жасайды, соларды ғана қосып, қалғандарын өшіріп тастауға болады. Настройки прибора. Мұнда неше түрлі настройкалары бар. Мысалы, лемокабельдің жылдамдығын, динамикті қосуға болады, GSM сетті қосуға болады, немесе Wi-Fi-ді қосып өшіруге болады деген сияқты. Бәрі жазылып тұр, түсінікті деп ойлаймын. Келесі бет сообщение NMEA. Бұл өзімде түсінбедім. Келесі бет лог файл. Мұнда приемник пен контроллердің арасында қандай байланыс орнады, қандай процестер жүрді, соның барлығы туралы жазылған информация. Бұл көбінесе андай системный ошибка болған кездерде соны зерттеуге арналған файлдар. Бәрі уақыты, қандай жұмыс жасалды, қандай процестер жүріп жатыр, соның бәрін көрсететін файл ғой бұл жалпы. Келесі бет конфигурация. Мұнда жаңағы таңдап енгізіп болған настройканың бәрін конфигурация ретінде сақтап, сосын соны кейін қайтадан осы приемникке немесе басқа приемникке қайтадан енгізуге болады, применить деп. Мысалы, мына конфигурациямен сақтап қоям, E300 Pro деп применить. И бұны жазып бір жерге сақтап қоям өзімде. Сосын кейін мына приемник сброс жасалып қалса, немесе де басқа осындай приемникпен жұмыс жасайтын болсам, дәл осы настройканы енгізе саламын, файлды загрузкасы. Мынау данные для постобработки деп аталатын раздел. Мұнда статика жасалған файлдар шығып тұр.
олардың әрқайсысын жеке-жекеден осы загрузка батырмасына басып жазып аламын. Бұл DAT форматында сақталады екен. Мына жерде конвертация деген батырма да бар. Мұнда сразу Linux форматқа ауыстырып та жазып алуға болады. Мысалы, загрузка дегенге галочка қойылмаса, онда ол бірінші приемникке жазылады, одан кейін барып загрузка жасау керек. Егерде галочканы сразу қойса загрузкаге, онда бірден компьютердің өзіне жазатын болады Linux файлды. Қазір бізде галочка жоқ. Бұл қазір міне компьютерге жазып алды. Приемникке жазып алды, кешірім сұраймын. Енді содан ары қарай компьютерге загрузка жасадық. Және де редактирование батырмасын басу арқылы имя, точки файла, тип измерения высоты антенны және высота антеннаны енгізуге болады. Осылай барлық файлдарды Linux форматқа ауыстырып алуға болады. Linux файлдарымыздың бәрі жазылды компьютерге. Келесі бет резервный копия деп аталады. Мұнда әр проекттің резервный копиясы осы приемниктің памятінде сақталады. Мысалы, контроллерден ашқан әрбір проект приемникте де сақталатын болады. И осы резервный копия арқылы кейбір ақпараттарды қалпына келтіруге болады. Және де управление кірсек, мына жерде прошивка, регистрационный ключ, соларды енгізеді. Және де қосымша защита, пароль қоюға болады. И формат самотестирования, сброс, перезапуск жасауға болады.